берсін. Рахмет. Құрметті мына қариялар келіп отырған бүгін мынау іс-шараны көріп отырған. Одан кейін айтарымыз мынау балабақша ұжымына, Таушен ата балабақшасының ұжымына басшысы мынау Ұлту ханым бастаған басшы келгелі бері балабақшада өзгеріс болып жатыр. Өздеріңіз сезініп көріп отырған шығарсыздар енді. Иә. Құдай қаласа еңбектеріңіз жансын. Жаңа мынау қарияларымыз жақсы әдемі сөз айтып кетті. Мынау отырар ұлылардың мекені десек, мына сол ұлылықты көрсеткен мына еліміздің атын шығарған апамыздың бірі осы Таушен апамыз. Оны қандай деңгейге шығарып көтеріп мақтасақ та бұл дәріптесек те жарасатын абыройлы аты бар. Сондықтан мына балабақшаның атының өзін Таушен апаның атына берілген осы көшін мына ұжымға айтарымыз, құдай қаласа мына балабақша ауданның көлемінде, облыстың көлемінде бір жақсы, абыройлы бір ұжым болсын дейміз. Еңбектеріңіз жана берсін, құдай қаласа мынау бүлдіршіндеріміз өсе берсін дейміз. Бүгінгі іс-шараларыңыз құтты болсын. Құдай қаласа мына кабинетімізге енді мынау лентасын қарияларға берейік. 90-ға жақындаттарыңыз көреміз. Жақындан кейін өзі болсын. Кәбит баспайық. Мұна ағаның өздерінің киімдері ғой деймін. Иә. Айтыста талай киген. Айтыста киген, не бір. Рахмет, айналайындар. Елдің елеулі адамдардың атын шығарып осындайдан басталады. Рахмет, айналайын. Таушен апа деген апа кештеу көзге көргенмен бірталай нәрсені көрсетіп кеткен апамыз бұл. Жақсылықта. Жақсы, рахмет. Рахмет, айналайын. Еңбектерің жансын. Бәрекелді. Алтайкөл ауылының құрметті азаматтары, ел азаматтары, ақсақалдарымыз, баталы қарияларымыз, мына біздің Таушен ана бөбекжай балабақшасына қош келдіңіздер. Таушен апамызға арналған үлкен бүгін ерекше күн. Мерекелік күн бізде. Өйткені Таушен апамызды ардақтап, ұлықтап, ерекше тарихта қалсын деп апамыздың өскелең ұрпақ біліп өссін апамыздың қандай өнерлі кісі болғанын, ақын болғанын деп дәріптеу мақсатында мына кабинетімізді аштық. Өздеріңіз куә болыңыздар. Құдай қаласа ел батасын алып, үлкен биік белестерден көрініп, абыройлы болып жүре беріңіздер. Әкім ағамызға да құдай қаласа үлкен жетістік, жеңістер. Аудан бойынша шақырбағымыз. Сондай мәдениет саласының адамдары осы ескеру керек. Сізді ескеріңіз. Рауышын барымыз ауылымызда бір апай кісі бар. Таушен Әбуова деген естіппеңдер. Қызмет ете беріңіздер. Мен Таушенмен, Таушен апа біздің ауылымыз ғой. Біздің осы шәуілдерден колхоз асыру уақытында әке-шешесі болған екен. Сол жаңағы соғыстан кейінгі жылдары өте қиын жағдайда біздің талапты өміршестеген колхоз талапты. Біздің атында бөбекжай балабақшасы бар орында. Бұл Таушен ағамыз жалғыз Балтакөлдің ғана мақтанышы емес, бұл республиканың мақтанышы болған уақытысында енді соны елеп ескеріп, мінекей ауылға жақсы бүгінгі бақшамызда айтылып келген ақиқаттың Таушенұлының кезінде айтыс өтемде кешірбекте облыстық республикалық халықаралық айтыстардан атой салған Таушен Жорабекқызы 1908 жылы 2 наурызда оңтүстік Қазақстан облысы
айтқан Манап Көкенов ақынымыз. Мынау Тәжен апамыз. Алтошинжан Мен саған Жан олалайын қымырдыда елің шалың балаларда менің жайым өзіңе белгілі ғой. Білмеймін сенде қандай шама болма. Болды. Енді апамыз айта болсын. Өмірге кімдер келіп кім кетпеген, ақын бар ма халқыма кім жетпеген. Табыналық бауырларым сәлем бердім әндетіп кім етпеген. Ой, ал енді айтасың. Жасы ұлғайып келген соң демаларға. Жас ұлғайып келді дегеннен соң демалуға үйде жатып қалуға шама болма. Тәушен досым келді дегеннен соң Тәушен досым келді дегеннен соң айтысты беріп едім балаларға. Мен апа айтамын. Отырардан әкеліп сәлімденді, өлең менен күзетіп әнімденді. Сау саламат жүрсіз бе мана бақын. Әл-Фараби бабамнан кеп отырмын, жетпен құттықтап тәрізденді. Мана бақын, айтады. Алтошинжан Кезекті берейін. Айтып өсін, сенің үстен болсын білейін. Қалқасында кәдекей не айтасын, шамаңменен шарқыңды көрейін да. Қалғасына Не айтасын? не айтасың? Шамаңды көрейін. Шамамда көрейін. Апа айтады. Айтады. Ақындарға қойылар талап деген, әрине ақындар жоқ қарап деген. Мен өзімді бақыттымын деп санаймын, өйткені әріптесім Манап деген. Манап ақын екеуі қатар өскен, ақын жаңағы 70 жылдығында екі кісі айтысқан. Екеуі мына балаларға беріп ем, амал жоқ досым келген екен, кеп отырмын деп, қария болса да екеуі айтысқан екен. Кішігірім өзімді енді азғандай уақыттың ішінде мына тақпақ құсып айтып жүреді. Күн өтпеген